Бүгін орталық сайлау комиссиясы алдағы парламент мәжілісінің сайлауына Руханият партиясының партиялық тізімін тіркеудің күшін жою туралы қаулы қабылдады. Оған кеше орталық сайлау комиссиясына бас прокуратураның жіберген Алтыншаш Жағанованың партияға қатысты өрескел заң бұзушылықтар жайындағы өтінішін қарау тұжырымдамасы себеп болып отыр. Онда Руханият партиясының мәжіліс депутаттығына кандидаттардың тізімі бекітілген кезектен тыс 8-ші съезін өткізу кезінде съезді шақырумен өткізу заңды бұза отырып ұйымдастырылғандығы айтылған. Бас прокуратура ұйымдастырған тексеру шараларының нәтижесі бойынша Алтыншаш Жағанованың өтініште келтірген дәйектері түгелімен расталды. Орталық сайлау комиссиясының хатшысы Бақыт Мелдешевтің мәлімдеуінше, Руханият партиясының 8-ші съезін шақыру тәртібі шын мәнінде бұзылған. 12 облыста партиялық конференция өткізілмеген, 2 өңірде ол белгіленген тәртіпті бұза отырып өткізілген. Кейбір өңірлердің өкілдері съезге қатысу үшін мүлдем жолға шықпаған. Руханият партиясының партиялық тізімін ұсыну тәртібіне бұзылған туралы Жағанованың өтініші бойынша Қазақстан Республикасы бас прокуратурасы жүргізген тексеру іс-шаралары нәтижелерінде негізінде Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 89 бабы 6 тармағына 4 тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы орталық сайлау комиссиясы қаулы етеді. Бірінші, Қазақстан Республикасы орталық сайлау комиссиясының 2011 жылғы 14 желтоқсандағы номер 72 бөлшек 133 қаулысымен тіркелген Руханият партиясының партиялық тізімінен тіркеуден күші жойылсын. Екінші, Руханият партиясының атауы сайлау бюллетенін алып тасталсын. Руханият партиясының аталған заң бұзушылықтарына орай орталық сайлау комиссиясының мүшелері де өз пікірлерін білдіре отырып, қаулыны бірауыздан мақұлдады. Как показала проверка, тексеріс нәтижелері көрсеткендей, партияның съезіне аймақтардан делегаттар қатыспаған. Оның үстіне съездің өзі заңды бұза отырып өткізілген. Оған небәрі 19 адам ғана қатысқан. Яғни қатысушылардың 3/2 бөлігі жоқ деген сөз. Сондай-ақ тексеріс көрсеткендей, Сыздықов пен Қаржаубаев партияның республикалық комитетінің мүшелері емес. Ал Руханият партиясының жетекшісі Серікжан Мәмбеталиннің қаулыға қарсылық білдіргені соншалықты тіпті орталық сайлау комиссиясының отырысының аяғына дейін жеткізбеді. Сөз ортасында сабырлық сақтамай, комиссия мүшелерімен тіл табыса алмады. Вообще, вы извините, я вам праве, наверное, сделать замечание. Вы сидите на заседании госоргана, там по телефону разговариваете. Ну, немножко, это называется политическая культура. С адвокатом разговариваете, он будет подавать жалобу. Спасибо, спасибо. Не дегенмен партия тарапы заңсыз әрекеттеріне қатысты тұшымды жауап таба алмады. Шешімді орталық сайлау комиссиясы емес, сот шығару керек деген уәжден басқа құр айыптаулармен құтылып қала беруді жөн көрді. Жігер Сәрсенов, Берсін Мұхамбеталин, Ринат Садыров, Хабар Астана.